Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз адам ағзасына пайдалы, дәруменге толы салат даярлайтын боламыз, яғни жеміс-жидектерден даярланатын салат. Бұл жеміс-жидектердің ішінде адам ағзасына пайдалы А, В, темір, калий, кальций сияқты дәрумендер кездеседі. Ал енді салатты даярлауға көшеміз. Бізге керек заттар: алма, алмұрт, банан, құрма, анар, мандарин, апельсин, мейіз, йогурт және жаңғақ қажет. Аталған жемістің барлығын жақсылап жуып, осылай ұзыншалап немесе төртбұрыш тығып турасаңыздар да болады. Маған төртбұрыш тығып тураған ыңғайлы болды, сондықтан төртбұрыш тығып турадым. Алманы қабығымен тураған дұрыс, онда пайдалы заттар өте көп. Алма қабығының құрамында жасұнықтардың үлкен мөлшері бар, ол ас қорытуды жақсартады. Сондықтан алманы мен қабығымен турадым. Ал енді алмұртты да осылайша төртбұрыш тығып тураймыз. Ал алмұрттың құрамында В тобындағы барлық дәрумендер, сонымен қатар С, П, П дәрумендері көптеп кездеседі. Басқа жемістермен салыстырғанда алмұртта мырыш, бал, молибден, никель, фтор сияқты пайдалы элементтер өте көп. Бананның да құрамында адам ағзасына пайдалы дәрумендер өте көп. Ал құрманың құрамында А және С дәрумені кездеседі. А және С дәрумені иммунитетті көтеріп, суықтаудың алдын алады. Аталған жемістердің барлығы адам ағзасына өте пайдалы. Мандарин жемісі де қысқы уақытта адам ағзасына өте пайдалы витаминдерге ие, жөтелге қарсы пайдалы, сонымен қатар ішектің жұмысын жақсартады және тісті қатайтады екен. Сонымен аталған заттардың, яғни жемістердің барлығын осылай бір ыдысқа салып, үстіне анар, мейіз, йогуртты құйып, жақсылап араластырамыз. Осымен біздің салатымыз дайын болды. Адам ағзасына өте пайдалы, дәруменге толы салат болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер, Айкони Фудқа тіркеліңіздер. Үстіне грек жаңғағын сепсеңіздер, дәмі тіптен керемет болып шығады. Міндетті түрде жасаңыздар. Ас болсын!